Сәлем достар, қош келдіңдер менің каналыма. Мен бүгін етті бәліш пісіремін. Бірінші қамырын дайындап аламын. Ұнға тоңазытқышта тұрған сары майды үккіштен өткіземін. Сосын ұнмен араластырамын сары майды. Оның үстіне тұз саламын. Айран құйып, қамыр қопсытқыш саламын. Сосын қамыр елеймін. Қамырдың иі жақсы қану керек. Барлық ингредиенттер описаниеде жазылған. Иі қанған қамырды жарты сағатқа бетін жауып тынықтырып қоямын. Енді салмасына көшемін. Фарштың үстіне мен асқабақ салдым. Картошка салсаңыз да болады. Туралған асқабақ саламын. Үккіштен өткізілген жуа саламын. Жуасы көп болса дәмді болады. Сосын тұз саламын. Бұрыш саламын. Қалауыңызша дәмдеуіштерді сала беруге болады. Сосын фаршты араластырамын. Фаршты тынықтырып қойып, енді қамырды ысып бастаймын. Пергаментті төсеп, қамырды екіге бөлемін. Біреуін үлкен қыламын, біреуін кіші қыламын. Кішісін қоямын, үлкенімен жұмыс жасаймын енді. Үлкен қамырды ұн сеуіп, осы пергаменттің үстінде ысамын. Пергамент сіздің противеніңізбен тең болу керек. Қамырды қатты жұқа да қылмаймын, қатты қалың да қылмаймын, орташа қылып ысып, үстіне салмамызды саламыз. Салманы жақсылап жайып, салмамен қамырдың жиегінде 2 сантиметрдей орын қалу керек. Үстіне мен болгар бұрышын салдым. Мен өзім өте жақсы көремін. Сіздер ұнатпасаңыз, салмасаңыз да болады. Міне противенге салып қойдым. Енді кіші қамырмен жұмыс жасаймын. Кіші қамырды жақсылап ысамын. Оның көлемі бірінші қамырдан сәл кіші болу керек. Қамырды оқтаумен алып, бірінші қамырдың бетіне орналастырамын. Сосын екеуінің жиегін жақсылап жабамыз. Ашылып кетпейтіндей болу керек. Ортасын тесіп, жұмыртқаның сарысын бетіне жағамыз қамырдың. Сосын қалауыңызша кунжут, болмаса мак себуге болады. Міне осы дайын болған қамырды духовкаға 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Бәліш өте дәмді болады. Міне біздің бәлішіміз де дайын болды. Әр десе балалар өте жақсы көреді. Міне бәліш пісті. Сіздер де пісіріңіздер, кеңес беремін. Дәмі өте тәтті болады. Менің каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.